Сәлем достар, бұл JavaScript курсының 3-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта айнымалылардың түрлерін үйренеміз. Ол үшін біз алдыңғы сабағымызда жасап кеткен парақшамызды ашайық, және де біз редакторымызды ашайық. Сол кездегі жазып кеткен кодымыздың барлығын өшіріп тастайық, біз жаңадан жазамыз. Ең бірінші атап өтетін айнымалының түрі ол string, строка, қазақша жол деп айтамыз. Let мысалға азамат деп жазып кетейік. Айта кетейін, мына жаңа ECMAScript'ің ережесі бойынша үтірнекте салу міндетті емес. Сондықтан да біз салмай кетеміз бұл жерде. Қасына комментарий жазайын. Комментарий жалпы JavaScript тілінде 2 слэшпен салынады. Слэш. Сосын кез келген жазуды жаза беруге болады. Мысалға, мына жерге мен string деп жазамын. Мынау бізде жол болып саналады, азамат дегеніміз. Енді осы түрімізді консолімізге шығару үшін біз астына тереміз console.log деп. Ішіне typeof деп тереміз. Typeof дегеніміз ол айнымалының қандай екенін көрсетеді. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне жерде string деп көрсетіп тұр. Мына жасаған түріміз ол строка түрі, string. Және де строканы жалғыз бір тырнақшамен белгілемейді, 2 тырнақшамен де белгілеуге болады былай. Міне, ол да дәл сондай string болады. Парақшаны жаңартам. Міне дәл сондай string болып тұр. Және де үшінші бір түрі ол backstack деп атайды. Мындай тильді салып кетеміз. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Дәл сондай string болып тұр. Жалпы бұлардың қандай айырмашылықтары бар? Мына бір тырнақша мен 2 тырнақша салсақ, ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен қазір осы жерге үшеуін салып кетейін. One quote тик, double quote тик, және де backticks деп жазып кетейік. Мында қазір біз бір тырнақша салып кетеміз. Мында 2 тырнақша салайық. Ал үшіншісінде тұра берсін тильда түрінде. Мына typeof дегенді өшіріп тастайын. Оның орнына біз one quote-ты салайық. Және де console.log-ты мен 3 рет көшіріп салайын. Екіншісіне double quote-ты саламыз. Үшіншісіне backticks-ты саламыз. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне осы тұрғанда азамат деген үшеуі де бірдей күйінде тұр. Мына one quote пен double quote-тың ешқандай айырмашылығы жоқ. Мына backticks-те айырмашылық бар. Жалпы қай-қайсында да изолирование жұмыс жасайды. Мысалға мен ең соңында бір тырнақша салып кету керек болса, міне осылай күйінде сала аламын. Көріп тұрғаныңыздай, мына кері слэш салынады. Азамат деген жазуда да мен дәл солай кері слэш салып, мен 2 тырнақша сала аламын. А мына азаматта да дәл солай жасай аламын мен. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне ең соңында осы таңбалар пайда болды. Бұлар не үшін керек? Жалпы жабатын слэш деген. Өйткені біздің строкамыз басталған жерінен бастап, міне осы жерден басталады строкамыз. Программа оны іздейді тағы да дәл бір тырнақша пайда болғанша. Оған дейін осылардың барлығын строка деп санай береді. Мысалы, мына жерде міне басталды. Одан кейін А, З, А, М, А, Т бәрі строка болып келе жатыр да. Сосын кері слэшті байқады. Одан кейін бір тырнақша көрді, бірақ оны санамайды. Неге? Өйткені ол жерде кері слэш тұрған соң оны бітті деп қабылдамайды. Содан кейін барып қана қабылдап тұр, міне бітті деп. Ол мынаны таңба күйінде қабылдап тұр. Егер де біз мына жерде кері слэшті алып тастайтын болсақ, онда қате көрсетеді. Неге? Өйткені ол мына жерден бастап жаңа string басталды деп ойлап тұр. Алып тастайын қазір мыналардың барлығын. Енді үстіне тағы да бір переменный жасайын. Last name дейік, фамилиясын жазайық, мысалға Хамзин деп жазайын. Сосын осының ішіне апарып саламын, міне one quote-тың ішіне. Last name. Мынаны көшіріп алайын. Екіншісіне апарып салайық. Мына жерде біз 2 кавычканы өшіріп тастап салдым ішіне. Міне last name, азамат, last name. Сақтадым. Енді қазір осы жерде үшеуінің не айырмашылығы бар екен түсінесіздер. Парақшаны жаңартамын. Біріншісі мен екіншісінің көріп тұрғаныңызда ешқандай айырмашылығы жоқ. Неге? Өйткені олар мына қалай жаздым, солай көрсетіп тұр айнымалыны. Ал үшіншісінде мен мына ішіне, строканың ішіне, stringтің ішіне мен айнымалы сала аламын. Бірақ ол үшін салу үшін мен арнайы доллар таңбасын саламын. Содан кейін фигуралық жақшаларды салып кетем. Сосын айнымалының атын жазам. Сол кезде ол мына азаматтың қасына мына last name айнымалысын салды. А бізде last name'нің ішінде Хамзин деген ол да строка болып тұр. Сол строканы салдық міне. Парақшаны жаңартқан кезде міне азамат Хамзин деген ат шықты. Мына екеуінде ондай нәрсе жоқ, өйткені олар доллармен салынатын айнымалы таңбасын түсінбейді. Мына жерге жалғыз строка емес, мысалы Хамзинді өшіп тастап сан салайын, 1-2-3 деген сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне азамат 1-2-3 деген пайда болды. Міне осылардың барлығы, міне осы 3 түрі салған түріміздің барлығы, олар string болып саналады. Строкалардың барлығын осылай саласыздар. Енді өшіріп тастайын строканы. Мына 2 console.log-ты да өшірейін.
example деп тағы да манағыдай айнымалымыздың атын өзгертіп тастайық. Жалпы example деген сөз ағылшынша мысал деген сөз. Мына жерге мен қалдырып кете берейін, азамат деп дұрыстап жазып. Негізі дұрысы үш түрлі қылып та қалдырып кете берейін. Мысалға example 1 дейік, мынаны example 2 дейік, мынаны example 3 дейік. Мына жерде біз екі тырнақшалы жақшаны салып кетейін. Түсінікті болу үшін сіздерге. Мынаған backticksті салып кетейін. Үшеуі де string болып саналады. Ал енді тағы да жаңа бір түрін көрсетейін. Example 4 деп жазайын оған атын. Ол сан, numbers деп айтады. 45 деген санды салайық. Екі слэшпен мен комментарий жазамын. Number деп жазайын. Мынау бізде сан болып саналады. Typeof пен түрін көрсетейін қазір. Typeof деген мана айтып кеткендей, ол айнымалының түрін көрсетеді. Example 4-ті салып кетейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне, түрін оны number деп көрсетіп тұр. Жалпы комментарийге де мен қысқаша тоқталып кетейінші. Осы жерде мен бастап айтып кеттім. Слэш салынған жерден кейін о жақталардың барлығы ол комментарий болып саналып кетеді. Егер де мен мына жерде let'тің басына салатын болсам, екі слэшті, онда міне көріп тұрғаныңыздай бәрі сұр түске айналды. Неге? Өйткені бұл комментарий. Жалпы комментарий не үшін керек? Ол код жазған кезде сіздерде үлкен код жазатын болсаңыз, кейін түсініп тұру үшін, мысалы, өзіңізге бір заметка есебінде қалдырып кетесіз. Кез келген уақытта оны оқып қарай аласыз. Немесе де бөтен разработчиктерге сіз подсказка қалдырып кетуіңізге болады. Осылай жазып. Мен алып тастайын екі слэшті. Тағы бір комментарий түрі бар JavaScript тілінде. Ол слэш саламыз да жұлдызшаны саламыз. Содан кейін ол міне көріп тұрғаныңыздай, осыдан кейінгі барлығы төмен қарай комментарийге айналды. Бірақ ол қай жерде бітетінін білмейді. Мысалы, мына 45-тен кейін бітет дейтін болсамыз, онда біз жұлдызша саламыз да слэш саламыз. Міне, осы жерде біздің редакторымыз түсінді, міне 45-тен кейін бітетін комментарийдің. Мына екі слэшпен айырмашылығы қандай? Жұлдызша слэшпен салатын комментарийіміздің. Екі слэшпен салынатын комментарий ол тек бір жолды болып келеді. Бір жолды әрі оң жақтағы ғана жазулардың барлығын комментарийге айналдырады. Ал слэш жұлдызшамен басталатын комментарийлер ол бірнеше жолды комментарий болып саналады. Мысалы, көріп тұрғаныңыздай ол келесі жолдардың барлығын қамтиды. Яғни ол біткенше дейін мына жұлдызша слэшпен барлығын комментарийге айналдыра береді. Мына комментарийімізді алып тастайық. Біз айнымалылардың түрлері туралы сабағымызды жалғастырайық. Number'дің мына stringке қандай айырмашылығы бар? Мысалы, біз тағы да number'ды салайық. 15 дейін, мысалға. Енді мына console log'тың ішіне example 4 пен example 5-ті қоссам, мысалға мен. Number мен number қосылған соң, екеуі сан болған соң, нәтижесі де сан болады. Біздің жағдайда 45 пен 15-ке қоссақ, ол 60 болады. Парақшаны жаңартайын. Міне 60 саны шықты. Егер де мен сан менен строканы қосатын болсам, number мен stringті қосатын болсам, онда нәтижесін көресіз. Ол кезде қараңыздар, мен example 1-ге азаматқа, яғни example 5-ті қостым, 15-ті қостым. Нәтижесі бұл кезде сан болмайды, өйткені бірінші example'ымыз бізде ол string болып тұр. JavaScript интерпретаторы бізге string керек деп түсінеді. Міне сақтайын. Парақшаны жаңартам. Азамат 15 пайда болды. Дәл сол сияқты азаматтың да орнына сан салатын болсам, дәл сондай string шығады. Мына жерде 10-ға мысалы 15 қосылмайды, өйткені біреу string болып тұр. Сондықтан да бізде 1015 саны шығады. Артына кейін жалай қояды. Міне 1015. Жаңа азамат 15 болған болса, осы жолы 1015 деген сан шықты. Яғни бұл жерде плюс операторы екі stringті қосуды ойлап тұр. Біздің жағдайда біріншісі string, екіншісі number болды. Ол алтта екеуін stringке айналдырды да, екеуін жалғап жіберді бір-біріне. Дәл сол сияқты мен example 1-ге example 2-ні қосатын болсам, қазір 10 азамат деген сөз шығады. Қараңыздар, example 2 деп жазып қоямын, сақтаймын, парақшаны жаңартамын. 10 азамат. Осы қосып жатқан жердің ішінде де мен строка салып кете аламын, stringті. Пробел салдым, қазір арасын ашу үшін. Парақшаны жаңартам, 10 пробел азамат. Ол үшін міне қараңыздар, мен example 1-ді алдым. Example 1-дің ішінде 10 тұр. Одан кейін мен плюс таңбасын жалғап жатырмын. Мен не жат жалғайым дедім? Мен оған бос орын жалғайым дедім. Одан кейін тағы да қосып тағы да жалға деп жатырмын. Нені? Example 2-ні. Біздің жағдайда example 2 ол азамат. Сондықтан да нәтижемізде біздің 10 бос орын азамат шықты міне. Үшінші айнымалымыздың түрі let example 6 деп жазып кетейін. Ол big integer деп айтады. Яғни үлкен сан. Мысалы, number'дың ішіне біз аз сандар ғана салатын болсақ, ал big integer'де біз неғұрлым үлкен сандар сала аламыз. Мысалы, ол адам оқи алмайтын сан болып саналады. Соңына біз big integer'дің үнемі n салып кетуіміз керек. Big integer. Не typeof пен қазір көрсететін болсам, example 6 сақтадым. Парақшаны жаңартам. Big integer. Міне үлкен сандарды осылай көрсетеді. Бұл айнымалының тағы да бір түрі. Айнымалының тағы да бір түрі бар. Ол boolean деп айтады. Example 7 дейік.
true дейік біріншісіне, boolean, екіншісіне example 8 false дейік. Бұл да boolean. Мұнда true false деп отқанымыз не ол? True деген шындық, false дегеніміз өтірік. True false қай кездерде қолданады? Қазір қысқаша түсіндіріп кетем. Одан бұрын бірақ мен type of пен қазір айнымалының түрін көрсетіп кетейін. Парақшаны жаңартамын. Міне boolean деп көрсетіп тұр. Бұл айнымалымыз бізде boolean болып саналады. Жалпы қараңыз, міне if деп отқанымыз ағылшынша егерде деген сөз. Егерде example 7 болатын болса деп, сосын фигуралық жақша саламыз. Оның ішіне мен alert салып кетейін. Ішіне жазып кетейін қазақша. Иә, бұл орындалды дейін. Сақтадым. Мына үтірнікте қажеті жоқ. Алып тастай берсек болады. Парақшаны жаңартам. Иә, бұл орындалды. Неге бұл орындалады? Ішіндегі код. Өйткені мына example 7-нің ішінде true деп тұр. Яғни if жағдайында ішінде true болатын болса, үнемі ол орындалады. Ал қазір осының орнына example 8-ді салайын, 7-нің орнына. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Менде alert шыққан жоқ. Ол орындалған жоқ. Неге? Өйткені мына жерде false болып тұр. Жалпы true false қай кездерде орындалады? Мен қысқаша бір көрсетіп жіберейін. Келесі сабақтарда тағы да толығырақ тоқталамыз. 15 кіші 20-дан сақтадым. 15-20-дан расымен де кішкентай ғой, сондықтан да бұл орындалады. Бұл true болады. Қазір парақшаны жаңартайын. Міне, иә, бұл орындалды. Яғни мына жерде бізде true болып тұр. Ал би деп айтсам, керісінше қойсам, 15 үлкен 20-дан десем, ол false болады, ол өтірік. Бұл орындалмайды, сондықтан да парақшаны жаңартам. Иә, бұл орындалды деген alert шыққан жоқ міне. Жалпы boolean деп отқанымыз осы. Тағы да бір түрі айнымалының, ол undefined, example 9 деп жазайық. Мен осылай ғана қалдырып кетемін, ішіне ештеңе салмаймын. Ол кезде ол undefined болып тұрады. Белгіленбеген деген сөз. Яғни ішіне ештеңе белгілеген жоқпыз біз. Example 9 міне салып қояйын, type of пен парақшаны жаңартам, undefined болып тұр міне. Ол ішіне ешқандай да белгіленген жоқ. Яғни бұның орындалатын жағдайы үнемі ештеңе салмайтын болсақ, ішіне ол undefined болып тұрады. Тағы да бір айнымалының түрі, ол null болып саналады. Қазір мен сізге жазып кетейін, example 10 деп. Ішіне біз null деп саламыз. Бұл null деп айтылады онсыз да. Жалпы null деп отқанымыз ол 0 жоқ деген сөз. Яғни бұның ішінде ештеңе жоқ, бос деген сөз. Міне енді біз example 10-ның type of-ын көрейік. Біздің жағдайда бұл null болу керек, бірақ null болмайды. Оның орнына не болады? Қазір сіздерге көрсетемін. Парақшаны жаңартам. Объект. Негізгі басқа бағдарламалың тілдерде null беретін болсаң, ол type of-да, яғни айнымалының түрі де ол null болып саналады. Біздің жағдайда ол null болмай тұр. JavaScript-тің өзіндік бір ерекшелігі басқа тілдерге қарағанда. Егер де сіз басқа тілден үйреніп жатқан болсаңыз, JavaScript тілден, кішкене осы жағдай сізге қиындатуы мүмкін. Бірақ JavaScript-те көп қолданатын болсаңыз, тез үйреніп кетесіз. Null ол объект болып саналатын. Келесі тағы бір айнымалының түрі, ол symbol деп айтады. Example 11 деп жазайын. Оны үлкен әріппен символ деп жазамын. Бұл бізде ECMAScript 2015-тен бастап пайда болды. Ішіне мысалы мен жазамын. Hello деп. Символ. Example 11 деп жазайық. Type of-ты сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне түрі оның символ деп көрсетіп тұр. Type of-ы. Мысалы мен тағы да дәл осындай hello мен екінші символды жасайтын болсам, дәл сондай ішіне hello салатын болсам, мысалы мына type of дегенді өшіріп тастайын. 11 мен тең болады деп салайын. Example 12. Мына екі тең болады белгі салып кетсем, егерде мысалы мен мына жерде бір тең болады мен салсам, осы мына false мәнін example 8-дің ішіне салатын болсам, ал егерде мен екі тең болады салатын болсам, онда ол салыстыру болып саналады. Мысалы example false-ға тең ба деген сияқты алып. Дәл солай мен қазір example 11 мен example 12-ні теңестіріп жатырмын. Екеуі тең ба деп. Екеуі тең болса true көрсетеді, екеуі тең емес болса false көрсетеді. Парақшаны жаңартам. False көрсетіп тұр. Неге? Өйткені символдар ешқашанда бір-біріне тең болмайды. Сондай бір ерекшелігі бар. Жалпы символ біздің курсымызда қажет емес болған соң, оған көп тоқталмаймыз. Мен тек осы салыстырып жатқанымызды дұрыстап түсіндіріп жіберейін. Мысалға мен символды өшіріп тастайын. Міне сақтадым. Парақшаны жаңартсам true болады. Неге? Өйткені екі string ол тең болады үнемі. Екеуі де hello hello жазылып тұр. Символды әрі қарай тоқталмай өткізіп жіберейік. Тағы да бір тоқталып кететін айнымалының түрі, ол объект. Объект. Міне, осының type of-ын көрсетейін. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Объект деп көрсетіп тұр. Объект дегеніміз не? Біз объекттің ішіне тағы да айнымалыларды толтырып сала аламыз. Мысалға, мен ішіне name деп жазайын, есімі деп. Одан кейін қос нүкте саламын. Азамат дейік, сол баяғы.
Одан кейін үтір, екіншісін тағы да жазам. Last name, қос нүкте, Хамзин деп жазып қояйын. Осы тұрғанда мен example 13 айнымалысына мен екі тағы да айнымалылар тықты деп санап алады. Name мен last name'ді. Осыны объект деп айтады. Мен қазір өшіріп тастайын. Мына тырнақшаларды дәл сондай жағдай болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. Мына бірінші жазатынымыз ол кілті болып саналады. Екіншісі ол мағынасы болып саналады. Ағылшынша Q val деп айтады. Q val. Яғни name деп отқанымыз Q болады да. Ал азамат деп отқанымыз ол значение болады. Val. Объектті JavaScript тілінде қолданған өте ыңғайлы. Көп жерде қолданамыз оны ертең. Мысалы мен console logтың ішіне нүктемен жазамын. Name деп. Ол кезде мен атын аламын. Парақшаны жаңартам. Міне азамат деп тұр. Ал мен оның фамилиясын алғым келсе, осы жерге name'нің орнына last name деп жазамын. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне Хамзин деп тұр міне. Жалпы JavaScriptте соңғы жағына үтір салсақ та ол қате болып саналмайды. Міне үтір салып қойдым. Парақшаны жаңартам. Қате емес. Бұрынғы ECMAScript стандарты бойынша ол қате болып саналатын еді, қазір қате емес болып саналады ол. Бірақ та әдемірек көрінеді, егер де біз соңғы жағына салмайтын болсақ үтірді. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, дәл сондай нәтиже шығып тұр. Тағы да бір тоқтап кететін айнымалының түрі ол массив болып саналады. Array деп айтады ағылшынша. Example 14 деп жазайық. Оны тік шақшалармен салады. Мынау бізде массив, array. Бұның да type of-ын біз қарайық. Type of example 14 деп жазайық. Мұның да нәтижесі қазір объект болады. Неге? Өйткені массивте, arrayда, JavaScript тілінде объект болып саналады. Яғни объекттің массиві болып саналады. Парақшаны жаңартам, міне, оны объект деп көрсетіп тұр. Жалпы arrayдің объекттен қандай айырмашылығы бар? Мысалы мен мына жерде name, last name сияқты кілттер бере алатын болсам, Q. Ал массивте мен ондай кілттерді бере алмаймын. Бірақ та мен тізім күйінде бірнеше мәндерді беріп шыға аламын. Мысалы азамат деп жазайық біріншісіне, екіншісіне Хамзин дейік. Үшіншісіне 45 деген санды салайық. Сақтадым. Енді осы example 14-тің өзін шығарайық. Console logтың ішіне. Парақшаны жаңартайын. Менде міне осындай массив пайда болды. 3 түрлі array. Оның ашып қарасақ міне кілттері пайда болды. 0, 1, 2. Яғни біз тік жақшамен салатын болсақ, ол өзі кілттерін беретін болады міне. 0, 1, 2. Үнемі сандармен беретін болады, әрі 0-ден басталатын болады үнемі. 1-ден басталмайды, 0-ден басталады. Осыны мұқият ескеріп алыңыздар. Келесте arrayмен жұмыс істеген кезде өте қажет болады. Енді біз осы жерде тек қана фамилиясын шығарамыз келсе, міне 1 дегенді. Example 14-тен кейін тік жақша саламыз да 1 деп саламыз. Міне мен жерде 1. Сақтадым мен мына жерде. Парақшаны жаңартайын, Хамзин шықты міне. Ал 0 дейтін болсақ, қазір аты шығады. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне азамат. Осыменен мен 3-ші сабағымды аяқтадым JavaScript. Айнымалының осындай негізгі түрлері бар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.